Қайырлы күн достар, сіздермен бірге салтанат. Бүгін күн жұма мүбәрәк болсын. Жұмада тілеген дұғаларыңыз, берген садақаларыңыз қабыл болсын. Бүгін жұмада 7 шелпек пісіріп тарататын боламыз. Ал біз бастаймыз. Мен сіздерге осы 7 шелпек туралы бір аңыз әңгіме айтып берейін деп тұрмын. Бастайық. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол қыран құсты баулап саяхатшылық құрады екен. Аңға шығып бірнеше күн жүріп, аң аулап, сөйтіп қайтатын болады. Бір күн ол тағы да аңға кетуге сапарға аттанады. Құзар шыңға ұя салатын қыранның балапанын алып кеп, үйге алып келіп баптауды ойлайды да, сапарға шығатын кезде ұйқысынан шошып оянады. Бір бәлені жүрегі сезген ол, әйеліне мен сапарға кететін кезде 7 шелпек пісіріп таратып жер деп тапсырма береді. Әйелі жарайды дейді. Сомен ері аттанған кезде келіншегі көршілеріне таратып жүреді. Көршілері қабыл болсын деп күлше нандарын алып қалады. Аңшы бұрын да бүркіттің балапанын алып жүрген екен. Бүркіт аңшының келерін біліп, азық іздеуге кеткенде тауға аманат етіп кетеді балдарын. Менің балапаныма біреу тиісер болса, тауларды жаңғыртып маған хабар бер дейді. Сол кезде келіп, жартасқа құлатып көзін ойып алайын деп тауға аманат етіп кетеді. Тау жарайды деп қалады. Бүркіт сәлден кейін келсе, балапандары орында жоқ екен. Тауға айтады, мен саған айтып кеттім ғой деген кезде тау айтады, жеті жерімнен 7 күш мені басып қалды. Олардан шығып жаңғыруға еш мұршам болған жоқ деп айтады. Сөйтіп 7 шелпектің шарапаты алып тауды басып, аңшыны бір апаттан сақтады. Соның үшін 7 шелпекті әр жұма пісіріп, көршілерге таратып, бәле-жаладан, жамандықтан сақтанайық. 7 шелпек 7 түрлі бәледен сақтайды. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Бүгінгі жұмада тілеген дұғаларыңыз қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын.